Доплер эффектісі бұл бақылаушыға қатысты сәулелену көзінің қозғалысына байланысты. Бақылаушы қабылдайтын сәулелену жиілігінің және сәйкесінше толқын ұзындығының өзгеруі. Толқындар теориясына сүйене отырып, австриялық физик Кристиан Доплер 1842 жылы жарық көзі бақылаушыға жақындаған кезде бақыланатын жиіліктің артатынын, ал алыстағанда оның азаятыны туралы қорытынды жасаған болатын. Сондықтан бұл құбылыс ғалымның құрметіне Доплер эффектісі деп аталған. Эдвин Хаббл Доплер эффектісін қолданып, галактикалардың көбісінің спектрінің қызыл аймаққа қарай ығысатынын байқаған, және осыған сәйкес әлемнің үдемелі түрде кеңейіп жатқанын анықтаған болатын. Доплер эффекті Хаббл заңымен тығыз байланысты және астрономияда кеңінен қолданылады. Яғни спектрлік сызықтардың ығысуына байланысты жұлдыздардың, галактикалардың және басқа аспан объектілерінің қозғалысының сәулелік жылдамдығын анықтайды. Суреттен байқап тұрғандай, егер толқындардың көзі оңға қарай жылжитын болса, онда оң жақта толқындардың жиілігі жоғары, ал сол жақта төмен болады. Басқаша айтқанда, толқындардың көзі өзі шығаратын толқындарды қуып жететін болса, онда толқын ұзындығы азаяды. Егер ол алшақтайтын болса, толқын ұзындығы артады. Доплер эффектісі немесе Доплер ығысуы сәулелену көзімен бақылаушы бір-біріне қатысты қозғалғанда толқын жиілігінің қалай өзгеретінін сипаттайды. Толқындардың жылдамдығына қатысты көздің немесе бақылаушының шағын жылдамдықтар үшін Доплер жиілігінің ығысуы мына түрде беріледі. Каналға жазылып, лайк, коммент қалдырып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар.